Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ арнасы. Сіздер комментарийға жазғандай мен енді FIFA Mobile ойнайын деп тұрмын. FIFA 14 екеулерін сразу сау жүруді шештім да, енді FIFA Mobile түсіріп жатырмын. Достар, сіздер осы FIFA-ларды өте қатты жақсы көреді екенсіздер, және мен енді осы FIFA-ларды жиі шығарып тұратын боламын. Достар, сіздер алдыңғы видеода 9 лайк қойдыңыздар FIFA Mobile-ға, және маған кішкене болсын подписчиктерді осы FIFA Mobile алып келген болатын. Сондықтан FIFA Mobile-ды жиі түсіруге тырысамын достар. Достар, бүгін біз VS Атака емес, компания емес, бүгін лигада бізде бір Азамат Али деген бала бар, сонымен ойнайтын боламыз. Достар, достар, біз бүгін Азамат Али деген баламен ойнаймыз. Оның 226.400 фанаты бар екен. Достар, егерде сіздер FIFA Mobile ойнайтын болсаңыздар, өздеріңіз комментарийға өздеріңіздің FIFA Mobile'дағы аттарыңызды жазып кетіңіздер. Мен сіздерді керексіз адамдарды шығарып тастап, сіздерді егер мына FIFA Mobile'да адамдар қуып жіберуге болатын болса, біреу егер қуып жіберіп, содан кейін барып сіздерді кіргізетін болам. Сондықтан FIFA Mobile'дағы аттарыңызды жазып кетіңіздер. Мен сіздерді өзімнің лигама шақырам. Ал егер адамды қууға болмайтын болса, маған ренжімесіздер достар. Осы Роналду бар екен достар, Роналдудың 86 карточкасы. Достар, негізі мен составым бұндай емес, негізі бұдан мықтырақ, просто білмеймін, мынау басқа ескі состав болып тұр менде. Тимо Вернер, Финт, тағы бір Финт и мен братар, молодец. Тузырт, пас. Мен Бенитес дейін баспен ұрамайды да екен. Роналду, Каутиньо. Ой, қалай салмай қалдың? Криштиану Роналду, Бенитес. Гол, достар, жаман кіргіздім, штангқа тигізіп. Пас. Ой, финт дейін ғой. Керемет момент дейді. Вернер. Оп оңай момент берді шынымен. Гол салуға өте оңайлы. Бенитес. Достар, егер сіздер мен лигама кіргілеріңіз келіп, бірақ анау ойыншыларды қууға болмайтын болса, мен өзім новый лига создать етемін да, соның атын сіздерге видео арқылы айтам. Сосын өздеріңіздің аттарыңызды сол видеода комментарийға қалдырып кетерсіздер. Криштиану Роналду. Достар, біз алда әлі де мықты ойыншыларды сатып алуға тырысамыз. Әлі бізде 100.000 теңге. Достар, маған бір егер кеңестеріңіз керек болып тұр. Менде осы FIFA Mobile'дан FIFA World Cup Россия деген режимде Аргентинаға ашқанмын. Өзім оны алдыңғы видеоларда көрген боларсыздар. Сода, достар, менде Вела деген игрок түскен. Соның рейтингі 85, оны миллион монетаға сатуға болады. Бірақ оны ешкім алмай жатыр. Оны қалай сатсам болады, достар? Соны комментарийға жазыңыздар. Достар, әрі көрген адам, егер сіз менің каналымды бұрын көрмей, енді бірінші видео болып көріп жатсаңыз,
онда каналға тіркелуді ұмытпаңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз видеоларды жібермеу үшін. Және де ол бізге кемпір қосақ формасын беріпті. Лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар, достар. Біз событиядағы нәрселерді сіздермен бірге алып тастайын. Учи бомбардир 5 гол соқ деген тапсырманы орындаппыз. 2 FIFA points берді. Достар, мен мына FIFA points-тың бәрін жинап бір мықты сіздермен бірге мықты пага ашуға жинап жатырмын. Сосын сол пактарға қызық, сол FIFA points-қа жақсы пактар ашатын боламыз. 1000 теңгелік 1000 FIFA points тұратын сондай бат алатын боламыз. Достар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған қарапайым қазақ арнасы. Сонымен қош, сау болыңыздар.